Сәлем достар, сіздермен бірге мен мәлімет арнасы. Бүгін мен сіздерге топ 5 жаңа жылға арналған киноларды ұсынатын боламын. Видео басталмай жатып, арнаға тіркеліп, видеоға лайк басыңыздар. Бұл мен үшін үлкен қолдау. Ал енді бастаймыз. Бірінші ұсынатын 5-ші орындаған кино Санта Клаус киносы. Сюжеті болса, Рождество, сиқырлар мен ертегілер уақыты. Скотт деген адам әйелмен ажырасып, қарым-қатынасын нығайту үшін ұлын рождестволық демалысқа апаруды ұйғарады. Ұлының келуіне дайындалып жүріп, төбеден бір түрлі қарт адамды тауып алады. Оны қуып жібермек болған Скотт оны қатты қорқытқанын сонша жүрегі ауырып қалады. Одан Скотт қарттың айыздата екенін біліп, енді Скотт оның орнына жұмыс істеуі керек екенін білді. Олар ұлымен бірге Рождествоны сақтайды. 4-ші орындағы фильм Эльф киносы. Бұл киноның сюжеті Патти Хопс деген бала туралы. Ол балалар үйінде өскен. Ол аяз атаның дұруасына кіріп, эльфтарға келіп, бір эльф оны сақтап алады. Үлкейгеннен кейін ол өз әкесі, өгей шешесі, туған інісі бар екенін білді. Және ол өз әкесін іздеуге шығады. Достар, бұл киноны көріңіздер. Бірақ мен сіздерге тек қана жарты сюжетін айтқан болатынмын. Ал 3-ші орынға Гринч киносы. Өте қызық, жаңа жылда міндетті түрде көруге кеңес беремін. Сюжетіне келсек, бір кездері Вултаун қаласында Гринч деген жетім бала болды. Оның жасыл денесі болғандықтан оны балалар және Вултаун қаласының тұрғындары жаңа жыл кезеңінде мазақтайды. Гринч ренжіп тауға жалғыз өзі өмір сүруге кетеді. Және ол үлкейгенде жаңа жылды жек көріп кетіп, Вултаун қаласында кек алуға кетеді. Әр үйге қорқыныш әкеледі. Ал 2-ші орынға қоятын кино Үйде жалғыз қалғанда 2 киносы. Сюжеті болса, МакКаллистер отбасысы жаңа жылды Майамиде қарсы алуға кетеді. Және Кевин деген бала келесі ұшаққа отырып Нью-Йоркқа кетеді. Түрмеден қашып келген 2 ұрлықшыға тұзақтар құрып, екінші рет түсіреді. Жалғыз өзі Нью-Йоркта жүреді. Ал ең бірінші орындағы кино Үйде жалғыз қалғанда 1 киносы. Иә, достар, мен оны бір ай бұрын YouTube каналыма салған болатынмын. Міндетті түрде қараңыздар. Ал сюжеті болса, МакКаллистер отбасысы Францияға жол тартып, Кевин деген баланы ұмытып кетеді. Кевин үйіне көз салып жүрген 2 ұрлықшыларға тұзақтар құрып, үйін аман алып қалады. Достар, осымен видео бітті. Әрине, видео ұнаса арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер. Бұл мен үшін үлкен қолдау. Сау саламатта болыңыздар.